Сіздерге мен осы канал ұсынам. Бұл каналда сіздер түрлі ойындар және де приколдар көре аласыздар. Бұл әзірге енді бастаған ютубер. Короче, достар, бұл ютуберде ашылғанына бір 2 жыл болды. Қазір көрсетейін. Әзірге бұл енді бастаған ютубер. Достар, сіздерге осы каналға жазылып кетулеріңізді ұсынам. Әзірге бұл енді бастаған ютубер. Енді видеомызға көшейік. Бәріңізге достар, сіздерге болғаннан кейін қазақ және бүгін біз осы ауылда кафе соғатын боламыз. Бұл ауылда магазин деген сияқты жоқ, сондықтан мен осы ауылда магазин немесе одан да басқа кафелерді соғатын боламын. Осы жерге бір кафе соғайық достар. Осы жерді таңдадым, жаңа видео басталмастан бұрын. Осы жерді таңдаймыз. Мен басында негізі осы жерді таңдағам. Өте ыңғайлы жер деп ойлаймын. Оны сәл өстіп тәуіртіп қоямыз. Так, мына жерді өстіп табамыз. Достар, сіздерге көп рахмет. 500 просмотр жеткізгендеріңізге сіздерге өте үлкен рахмет. Және менде 24 подписчик болды. Алдында мен 20 подписчик еді. Сіздерге көп рахмет. Достар, міне бұл кафенің түсін давай. Қандай қылсақ? Жасыл қылайықшы. Жасыл қылайық. Достар, енді бұл кафе деген сияқты болмайды. Бургер сататын деген сияқты достар. Немесе кафе болуы да мүмкін. Достар, әлі ойланған жоқпын, бірақ қазір сіздерімізге бірге ойланам. Бұлай, міне осылай. Осылай жетеді деп ойлаймын, кішкентай болса да. Астын біз қояйық сонда. Бұл кафеде жетелдер келіп, тамақ жеп келе береді. Ақшамен. Міне. 2, жоқ, мына жер болмайды. Осы жерге сияқшы өстіп. Ортасынан істейміз. Сосын мына есікті қоямыз. Достар, бұл үлкен кафе болмайды. Бір қысқаша кафе болады, әйтеуір тамақ жейтін. Кішкене болсын бір. Бірақ тамақ жейтін жер болады. Міне осылай шетінен істейміз. Түсін сәл кішкентай болды деп ойлап қалам. Мына сәл кішкентай болып қалды. Осылай істейік. Сәл ұзындау қылып. Адам отыратындай. Что-то кішкентай болып қалды. Сосын ұзарттым. Давай бүйтіп ұзартып қойық. Ішіне терезесін қоя саламыз қазір. Міне осылай. Мына жаққа қарай қоямыз. Достар, жақында осы жазда жаз болайын деп жатырыз. Сіздерді құттықтаймын. Сабақ бітті. Бірақ жазда мектеп оқитын бар, бірақ мен оқымаймын. Бірақ кейбір мектептерде оқиды деп айтылып жатыр. Мен әлі оны білмеймін. Бірақ оны көреміз. Достар, сосын тағы айтпақшы, осы жазда оқушы өмір шығады. Оның бөлімдерін түсіргенбіз, бірақ қазір салайын десем, уже қасымда адам жоқ оны түсіретін деген сияқты достар сондай. Сондықтан мен оны салмай тұрмын. Жазда салатын бір түрлі, бірақ оқушы өмірі жазда шығатын болады. Дәген мына жерін істейік осылай. Мына жерін аққа салайық, бәрі терезеден не қарайды. Тасқа қарап тұрмайды ғой. Так, осы маған бір ютубер тауып алу керек еді, дос. Бірге видео түсіретін деген сияқты. Сондай керек еді. Бірақ оны әлі тапқан жоқпын. Бір ютубер тапқам. Бірақ оны әлі дос болдық па, дос болмадық па білмеймін. Атын ұмытып қалдым бір. Бүйтіп қойық. Қолы осындай болады.
Stollar көп болмайды. Bir 5-6 ма сыйса сыйет. Сыймаса білмеймін оны достар. Тамақтар беретін сондай болады. Міне былай. Так, енді үстін жаба салайық. Достар, әсер әдемілігі болмаса да бола береді. Үстін жасылмен жаба салайық. Достар, жетелдерге айтам, кафе шықты деген сияқты. Жетелдің бәрі қалаға кетіп қалған. Көрінбейді. Ішіне ерекше. Іші пока нормальный. Свет қойып сөйтіп істесем. Мына жаққа міне. Сәл болсын әдемілік қосылып деп ойлаймын. Енді бізге кіреберістен бір тамақ алатын жер істеу керек. Мына жерден тамақ сатып алатын, заказ беретін деген сияқты. Мына жерден шығады, міне бүйтіп қояйық. Осы жерден шығып, осы жерден кіреді. Мына жерден айтады, сосын бірдеңе тамақ деген сияқты. Так, енді мына жерге бір сұмдық қойық. Сосын мына жерге пеш, тамақ пісіреді. Енді тамақты осы жерден пісіреді, амал жоқ, қысқа болса да енді амал дейді. Бұл жерге емес, бүйтіп қойықшы. Мына бүйтіп сымнан алып жақсылап аламыз да. Жоқ, бүйтіп қойсылақ міне. Осылай тұрсын. Осы жерден тамақ істей береді. Мен сосын бізге не істеу керек. Давай бір картинка қояйық мына жаққа. Жоқ, картинканы мына жаққа қояйық бір. Осы жерге қысқаға бүйтіп қояйық. Кішкене болсын бүйтіп. Сосын бізге енді достар столдар қою керек. Столдар біздің кәдімгі майнкрафтский стол қоямыз қазір. Мынаны бұлай, мыяққа бүйтіп қоямыз міне. Майнкрафтский кәдімгі модсыз стол. Мен де өйстіп істеймін. Мод жоқ болғаннан кейін. Бірақ достар, алдыңғы уақыттарда мод тартам деп ойлаймын. Мыяққа бір стол қояйық өйстіп. Мыяққа, сосын мыяққа тұтта. Тұтта. Қалай қойсақ болады мына. Осындай бола берсін. Мен мыяққа жасыл келгендер қостап қояйық өйстіп. Кіре берістен өйстіп кіретін сияқты қылып. Міне. Мына достар болды. Осы жерден кіреді да, келіп тамақ алып жей береді. Болды деп ойлаймын. Давай достар, үстіне бір жазу қойық. К деп па, Ф деп па. Кафе деген сияқты достар. Давай. Қара бетонмен қойық. К деп. К деп қойықшы. К деп, сосын артына жасыл шерістпен, ақ шерістпен араластырып қойық. Ой, жаңбыр көтеді ғой енді. Жаңбырда қотасылайық. Кеттік ал. Бұлай. Тура кеп тұр екен, тура. Жасыл, сосын яққа ақ. Біз қоя береміз. Біз кыдан екі блоктан асқанша біз қоямыз. Тұсал, бұл кафені жасаған өзінің ойынан. Ешкімнен ұрлаған жоқпын. Бір түліп қалған жоқ па, білмеймін, бірақ бола береді. Осылай бүйтіп қоясылайық. Болады деп ойлаймын, К деп кафе деген сияқты. Сосын бүйтіп сәндік қосып қояйық, сәндік. Бұлай қойып қояйық. Сосын не қағып қояйық.
не қалып қойық. Ауылдан міне осындай бір кафе шықты. Достар, егер де осы кафе және осы видео ұнаса, сіздерден лайк және подписка күтемін. Және де аздай болса комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Гайым Қазақ. Сау болыңыздар.